Сіздер тамақша беріңіздер. Біз махаббат хикаямызды айта береміз. Мен танысқанда Самалмен 2012 жыл болатын. Ол кезде бәрі жақсы еді. Ел арна бар. Тіпті доллардың курсы 120 болатын. Қазір 327 өздеріңіз білесіздер. Енді жүре берсем доллар 500-ге де 1000-ға дейін көтеріп деп, мына экспо қарсаңында Таубалдиевтер әулетіне әке-шешеме бір жақсылық жасайын деп, осы қызды алып жатқан жайым бар. Ең алғашқы 2012 жылы хабар арнасына мені жарайсың бағдарламасына Мейрамбек сюжетке түсіруге шақырды. Сол кезде біз хабар арнасында, жаңа ел арнаның хабар зданиясына, ел арна арнасында таныстық. Ол кезде Мейрамбек өте арық, көзінде очки сонда қалың лупа сияқты болатын. Ол кезде есімде. Ол кезде мен минус 12 дейтін көзілдірік тағатымын. Алыстан көзім көрмейді. Бір кезде хабар арнасына бой десе бой, ой десе бой бар қыз кіріп келді. Бірінші беті кірді, бетінде қала боянып алған, енді өзіне енді білмеймін, енді модель сияқты деген шығар. Көрдім. Сосын ойладым, не деген қызық қыз деп әңгімелесіп отыр, әңгімем жарасты. Мен ол кезде жөнді боянуды білмейтінмін. Сөйтіп қалай әйтеуір өзімше боянып келдім, Мейрамбек күтіп алды. Сол кезде мен клип түсіргем, сол клипті Мейрамбек харддискіге апарып бердім. Осы клип, ішіне харддиск пустой, ішіне бірақ клип тұр. Соны айттым, осы клипті қоясыз, сюжетке қоссаңыз болады деді. Жарайды деді. 3 күннен кейін хабарласады, харддискті қалай қосамын дейді. 2 күннен кейін хабарласады, ішінде клип жоқ дейді. 3 күннен кейін қайттан хабарласады, мен таптым дейді. Сөйтіп қайта хабарласып, әйтеуір әңгімеміз жарасып кетті. Кейін көзілдірігім операция жасаттым. Сосын көзім күшті болып көріп кетті. Сосын барып бүйтіп қарасам, шынымен түрі симпатичный, жақсы қыз екен. Бұл дос болуға болады. Жарты құтты жарып жеп, бүтін құтты өзім жеген кезінде. Хабар арнасының ғимаратына, ел арна арнасына, жарайсың бағдарламасына үлкен рахмет. Тәуелсіз Қазақстанда тағы бір мемлекет құрылды. Оның ерекшелігі сол. Біздің мемлекетке виза керек емес. Тіпті ақшаның да қажеті жоқ. Біздің мемлекетке ең бастысы адамгершілік, ыстық ықылас, кіршіксіз пейіл ғана керек. Сондықтан біздің мемлекетке қош келдіңіз. I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes. I know how it goes for wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I, not even the gods above can separate the two of us. No, nothing can come between you and I. Oh, you and I. I figured it out, saw the mistakes of up and down, meet in the middle. There's always room for common ground. I see what it's like, I see what it's like for day and night, never together. 'Cause they see things in a different light, like us. They never tried like us. You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I, not even the gods above can separate the two of us.